Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Теория тәжірибе нәтиже атты эссе жазуға арналған курстың екінші күніне қош келдіңіздер. Екінші күнінде эссе жазу қадамдары және эссе жазуға дайындық тақырыптары қарастырылады. Олай болса, бәріңізге сәттілік. Ең алдымен эссенің құрылымына тағы да бір тоқталып өтейік. Кіріспе бөлім бұл жерде берілген тақырыптың мәнін ашатын бөлім. Яғни тақырып негізінде сіздер сұрақ қоясыңыздар, сол сұраққа жауапты іздейсіздер. Осы негізгі бөлімде, кіріспе бөлімде қарастырылады. Ал негізгі бөлімде негізгі ой, мәселеге қатысты сіздің пікіріңіз. Сонымен қатар өзіңіздің пікіріңізді аргументтер арқылы дәлелдеуіңіз керек. Бұл жерде статистика, аргументтер, дәлелдер міндетті түрде қолданылады. Қорытынды бөлімде негізгі түйін, сонымен қатар қандай да бір сіз қозғаған тақырыптың шешу жолдары қорытынды бөлімде айтылады. Енді эссе жазудың негізгі белгілеріне тоқталатын болсақ, айтатын ойға орай эпиграф немесе дәйек сөздер таңдап алу керек. Тақырыпқа сәйкес өлең шумағы, нақыл сөздерді немесе ғалымдардың тұжырымдарын орынды пайдаланғаныңыз дұрыс. Үшіншіден, ойдың тың, жаңашыл, еркін, шынайы болуына назар аударыңыз. Яғни жалған ақпараттардан аулақ болғаныңыз абзал. Эссені оқыған жанға ой тастап пікір тудыратындай болу керек, сылдырсу болмағаны дұрыс. Одан кейін ең бастысы адам өз ойын өзіндік дәлел пікірменен нақты жеткізуге тырысу керек. Егер де сіздің ойыңыз шашыраңқы болып, таңдаған тақырыбыңыз басқа жақта, эссеңіздегі мәтін басқа бір тақырыптарды қозғайтын болса, онда сіздің тақырыбыңыз мүлдем ашылмайтын болады. Енді эссе жазудағы негізгі 10 қадамға көшетін болсақ, ең алдыменен бірінші қадам контекстті айқындап алыңыз. Яғни эссеге параметр қойыңыз. Эссенің көлемі қандай болу керек, мақсатты аудиториясы қандай, мысалға мұғалімдер үшін бе, оқырмандар үшін бе, кім үшін, және не үшін деген сұрақ төңірегінде жауап болуы тиіс. Одан кейін ең басты назар аударатын нәрсе, бұл әрине эссенің негізгі бөлігі басты ойы. Сіздің айтпақ ойыңыз, сіздің айтпақ пікіріңіз, сіздің позицияңыз. Екінші, тақырыпты таңдаңыз. Яғни кез келген тақырыпқа сіздің қорытындыңыздың осал тұстарын байқауыңыз керек. Яғни бұл жерде жалпы қабылданған көзқарасты жақтамайтын тақырыпты алсаңыз болады. Себебі қарсы жаза отырып, өзіңіздің қорытындыңыздың осал тұстарын байқай аласыз. Яғни көп жағдайда әрине біздер дайын тақырып негізінде жазамыз. Ал оқушыларға тақырып эссе жазар кезде бағдарламадағы бар лексикалық тақырыптар жөнінде негізгі ақпараттарды қорытып, аргументтерді көбірек іздету қажет. Сол кезде эссе жазған кезде оқушы сол білімді пайдалана алады, яғни қиналмайтын болады. Одан кейін тезис жазып алыңыз. Ойыңыздың негізгі тезисін жазыңыз, себебі бірінші ойдан екінші ой туындауы мүмкін, яғни сізде жинақылық болады. Сонымен қатар қандай да бір мәселе төңірегінде негізгі ойыңыз қорытындыланып, нақтыланатын болады. Одан кейін ақпараттарды жинақтаңыз. Яғни тақырып негізінде аргументтер, фактілер қолданғаныңыз дұрыс қой. Мінекей соны сіз міндетті түрде қандай да бір ақпараттарды ол ақпаратты сіз қандай да бір негізге сүйене отырып таңдауыңыз керек. Кез келген мәліметті факті деп, немесе кез келген мәліметті дәлел деп алуыңыз көп жағдайда пайдаға аспай жатады. Сондықтан да сіз зерттелген немесе ғалымдардың зерттеуінің нәтижесінде сараланған негізгі ақпараттарды, фактілерді өзіңіздің эссеңізде қолдансаңыз, сіздің ойыңыз нақты, жинақы шығады. Одан кейін 5-ші қадам әрине жоспар құру. Бұл өзіңіздің жинаған ақпаратты егжей-тегжейлі зерттеп алыңыз. Басты принциптер мен ойыңызды осы жоспарда көріп тұрсыз ба? Эссенің жазу барысында басшылыққа алатын дүниені ойша құрастырып алуға тырысыңыз. Яғни қандай да бір жүйе болу керек сізде. Сонымен қатар эссенің құрылымын тәртіпке келтіріп аласыз және параграфтардың атын да ойлап тапсаңыз болады. Одан кейін кіріспе жазу.
яғни кіріспе жазған кезде көп жағдайда қателесіп жатады. Бірден фактілерге сүйеніп, әлде болмасын бірден осы эссені неге таңдап алдым, я болмасын бұл эссенің тақырыбы осындай, мен сіздерге осы бір мәселені айтқым келеді деген сияқты жалпылама сөздермен жазуға тырысады. Бірақ бұндайдан сіздер аулақ болуыңыз керек. Яғни сіздің жазып отырған эссеңізді оқыған кезде осы қандай тақырып жөнінде екендігі жөнінде бірден көрініп тұру керек. Яғни сіз мен осы мәселені көтеремін бұл эссемде, мен бұл мәселені қозғаймын, әлде болмасын тақырыбы осындай деп көп сөзден аулақ болғандарыңыз дұрыс. Яғни эссе тақырыбы жөнінде жалпы қабылданған пікірден бастаңыз. Оны сұрақтармен немесе проблемалармен толықтырыңыз. Сосын өзіңіздің тезисіңіз бен көзқарасыңызға қысқаша шолу жасаңыз. Яғни таңдап алған тақырыпқа қысқаша шолу жасасаңыз болады. Сіз кітап оқудың пайдасы туралы эссе жазатын болсаңыз, кітаптың жалпы қоғамға қандай пайдасы бар, жалпы кітап дегеніміз адамға қай жағынан пайдалы, я болмаса кітап дегеніміз не, сол сұрақтар төңірегінде кіріспе бөлімде жазуыңызға болады. Одан кейінгі негізгі бөлімге көшесіңіз. Негізінен бұл жерде енді әрине сіздің көзқарасыңызға қатысты дәлелдер, мысалдар, аргументтер қажет. Яғни қысқаша эсседе әрбір абзац бір ойды ашып тұруы тиіс. Абзацыңыз бар, бірақ ол сіздің эссеңіздің ойын ашпай тұрса, онда ол абзацтар ол жүйелі түрде жұмыс жасамай тұр деген сөз. Яғни негізгі бөлімде сонымен қатар логикалық бірізділікті сақтағаныңыз дұрыс. Яғни сізде мысалға эссе жазған кезде 4 абзац болатын болса, 4 абзац 4 түрлі ойменен, 4 түрлі пікірменен жазылған болса, онда әрине ол жерде бірізділік жоқ деген сөз. Мысалға сіз кітаптың пайдасы туралы жазатын болсаңыз, бір-бірімен байланысты болу керек. Мысалы, кітаптың пайдасы біріншіден мидың дамуын жақсартады, екіншіден адамның ойлауын дамытады, үшіншіден біліммен, ақпаратпен қаруландырады деген сияқты бір-бірімен астасып жату керек. Одан кейін әрине 8-ші қадам бұл қорытынды бөлімді жазыңыз. Яғни эссенің қандай қорытынды жасауға болады, қандай сұрақтар жауапсыз қалды, я болмасын негізгі шешім, негізгі түйін осы қорытынды бөлімде жазылады. Бұл жерде сіз жаңа ақпарат бермейсіз, тек қана ойыңызды жинақтап, осы тақырып таңдап алған кітап жазудың пайдасы деген тақырып төңірегінде ойыңызды жинақтап, сонымен қатар қандай да бір проблема көтерілген болса, сол жөнінде ұсыныс айтсаңыз болады қорытынды бөлімде. Одан кейін 9-ші қадам ой жүйелігі абзацтар байланысы. Эссенің басынан соңына дейін оқып шығасыз. Бір сөйлем екінші сөйлемге үйлесіп тұр ма, байланысып тұр ма, соны тексересіз. Ал абзацтар бір-бірімен байланысты ма, соны да қарастырасыңыз, және бірінші ой екінші оймен міндетті түрде байланысып тұруы керек. Жаңа айтқанымдай, бір-бірімен байланыспайтын абзацтар болмау керек. Одан кейін келесі әрине қателерді түзету. Қайталанған сөздер, түсініксіз сөздер болмауы тиіс. Пунктуацияны, сонымен қатар лексикалық, грамматикалық деп тағы қайталап жіберіппін. Бұл жерде әрине стилистикалық қателерге жол бермеуге тырысуыңыз керек. Осы бір 10 қадамды басшылыққа алсаңыз өте дұрыс болар еді. Одан кейін эссеге жоспар құрған кезде әрине ең бірінші эссеге эпиграф таңдауға болады. Эпиграф таңдау ол өзіңіздің еркіңізде, таңдасаңыз да болады, немесе таңдамасаңыз да болады. Одан кейін тезис жазып алу, одан кейін тезисті жазып алғаннан кейін жоспар құрсаңыз болады. Жоспар негізіне кіріспе бөлімді жазасыз, негізгі бөлімді жазасыз және қорытынды бөлімді жазасыз. Енді эссеге эпиграф таңдау әрине ол міндеттелмейді, ол сіздің өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Алайда сіз эпиграф таңдайтын жағдай болатын болса, нақыл сөз, қанатты сөз, цитата түрінде алсаңыз болады.
Ал тезис ол өзіңіздің эссеңізде түсіндіретін немесе дәлелдейтін мәселеңізді анықтайсыз осы тезис жазу барысында. Ал кіріспе бөлім жазу, әрине бұл кіріспе деген бұл бастапқы тақырыпқа шолу десе болады. Яғни сіздің идеяңызға қатысты ақпарат, тақырыпқа қатысты ақпарат осы кіріспе бөлімде жазылады. Ал негізгі бөлімде қамтылатын негізгі мәселе, тақырыпта көтерілген мәселе, ұсынылған дәлелдер, мысалдар, өзіндік ойларыңыз және позицияңыз осы негізгі бөлімде айқын көрінуі тиіс. Ал қорытынды бөлімді жазуда қорытындыда қарастырылған мәселеге қатысты нақты шешім ұсынылады және ұсыныстар жазылады. Сонымен қатар шешім, сонымен қатар ұсыныс осы қорытынды бөлімде міндетті түрде болуы керек. Енді істі жазуға арналған шағын нұсқаулық, бұл жерде кіріспе бөлім. Кіріспе бөлімде тақырыпқа қатысты пікіріңіз және талқылауға, ой өрбітуге арналған түрткі сұрақ осы кіріспе бөлімде жазылады. Негізгі бөлімде қыстырма сөздерді байланыстырсаңыз болады. Яғни қыстырма сөздер біріншіден, екіншіден деген қыстырма сөздерді ала отырып, аргументтер келтіріп, өз пікіріңізді дәлелдеп жазасыңыз. Ал қорытынды бөлімде де арнайы қыстырма сөздерді қолдануға болады. Қорытындылайтын болсақ, мен осындай шешімге келдім және осы тақырып жөнінде, кітап оқудың пайдасы жөнінде мен мынандай ұсыныс айтар едім деген сияқты шешімі кітап оқудың пайдасы жөнінде тақырыпқа қатысты және қандай да бір ұсыныс осы қорытынды бөлімде айтылады. Қыстырма сөздерді қолдансаңыз, ойыңыз жүйелі және нақты болады.